Kanalıma hoş geldinizler, hürmetli mehmanlarım. Bugün planımda karıştım. Ağılşın kullanıyorum. Bitirdi sonunda başı betime kremdir. Şahap bir zamanında keltirip. Başka tilekleri aynen su hazrasıdan bir turalı tangası verdim. Osmanlı tap karabaldım da gelesi şarlalarına kavuştum. Eşeği ballarım. Kızlar, автостанцияның қасында осындай магазин бар. Натуральный аяқ киімдер сататын. Искусственный да бар. Мен кілең натуральный алып тұрмын. Дұшпандар балдарымның аяқ астында болсын. Şimdi master şaka tüyüyle tölmeye ötürüm. Yeni masterin şaka uğradı. Şifreden masterin. Sıra olunca жасау келмейді ғой. Ремонттағанға, мебель жасағанға, қарайған заттар қарадым, құралдар қарадым. Бұйырса енді көреміз. Ампакинг жасай ғой балам. Ал дұшпанның аяқ асты болсын, міне кожны Альбен деген фирма. Бұл тезет мынау историский салып жатыр ғой. Молодец, мә, опытный. Киіп қара балам. Аяғы деген өсіп кетіпті. Нәскиім жоқ дейсің ғой, бар нәскиіңді кіл бар. Ал балам кие ғой. Түскен жоқ. Все, давай. Молодец. Ал дұшпаның аяқ асты болсын балам. Ампакинг жасап жатыр. Кеше кеттің бір размер үлкені, бірақ ал шығарып көрсет. Бала көрсете ғой шығарсаш. Бұл шешен жүріп жатыр, жартысы өтіп кетті ғой. Бол дұрыс жасай. Сырық қой. Оң аяғыңнан кей, оң аяғыңнан кей, сол аяғың. Біресе 35, біресе 34 килардың басында аяқтары кәсіп түреді. Шынымды түсінбеймін осыларды. Біресе жүр мынау, болмайды маған мынау аяғыма тар дейді. Міне қарай тұршы кішкене бір аяқ. Міне беті, отыр кел. Міне беті. Маған 39 алып бер дейді. 39 алып бер дейді. Енді дұрыстап ки, дұшпаның аяқ асты болсын, құтты болсын. Дұрыстап күтіп ки. Жылда етік ала беруге де ақша жетпейді. Қырғын ақша тұрады бір етіктердегі жетіскетін. Не балауыз қазықпен әйеміз қаламыз өзімізге бар. Қызықты дүние әлемі жеке өз басымызға Ачыпыр қайдасың, қаяқтан суағып тұрсың. Ақтарды атылғаны. Бұндай бар, тәрілі қиттіктен қорқатын. Қоберінді шеңлер бәріз болады. Бірінде бірінші. Бірінде қасынан қосыңсары.
раковинаға өйстіп крышамызды тазаладым. Мана клей бар. Биіктіктен қорқатын Көрейін түне бір бұрыштан да кетіп жатыр екен. Именно бір жерде, екі жерде. Ерінбей сірәсіне шықтым ғой деп бырлатып жапсақ сол белгілі ғой. Қатты жаңбыр жауатын болғандықтан неде болса істей берейін. Бір-екі ай болса да. Амандық болса жаз шыққанда аптап күндер болған уақытта ыстық етіп істеп алармын деп. Осылай тряпкамен тазалап бірінші қарын түсірдім, одан тряпкамен тазалап алдым. Көрші Фая тәтеге үйтіп бес бар адамға бұл жақсы болды. Видите, крышада тұр. Доказательство ретінде. Кетпе мен қасымда случайно. Видеоға түсіріп. Короче, міне бүйтіп кептірдім де тряпкамен пока что хотя бы замазым. Осы жерде бұл ертең тағы да сатып аламыз если жаңбыры бар несі бар. Күтетір, мінбе. Үстіп бітедім. Ағадау деген жерлерді енді әнәуір жерлер бар екен. Стыктарын. Короче, құрғақ күн жасау керек екен енді. Хотя бы пока временно осылай істей тұрамыз. Міне. Балам төмендегі тұр, екінші балам көрді. Үлкен балам тұңып қалдым деп қояды. Мына қардың бәрін сыпыртсасам жүруге ыңғайсыз болады екен. Сонымен апаң қардың бәрін сыйырмай жартысына қалғансың ғой. Су кетіп жатса қалған жерін көрерім деп қойып отыр мен. Басында аяғым дірілдеп еді, өзім айттым жаңа 2 ай машина, бірінші машина айдағаннан кейін 2 айдан кейін рөлде тұрдым. Мөлдір хватит. Это твоя машина, ты на руле. Не бойся деп едім, сол айтқан. Мөлдір хоббияңды жең. Биікте отырсаң да сен жерде отырсың деп ойлады. Жұмысым жасап тастадым деймін ба. Енді әне бір жерде бар. Соны жөндеп жібереміз. Енді түсуді айтшы, мінуін міндім ау. Сіз ешқандай не жоқ, жынды контент жасадым ау деймін. Қыздар, қорықпаңдар, оказывается қорықпауға болады екен. Түсетін білмеймін, бірақ мінуін мініп алдым күшті болып. Мына ағаш бар әйтеуір, груша ағашым аман болсын. Анау менің нем. Түсіре беріңдер контент. Классно. Құлап бір жерін майып қылмайын деп Құдайдан тілеп, өзіме успокойся, можно все пережить деп. Отырм. Бір свинамды отбеливать етем, оны отбеливать етем, неге ағармайды десем, оказывается, ана клеймен, короче, клейтет, жетпей қалып клей. Бірақ андар без толку деп айтты, істеп тұрғандар, хотя бы временно қоясын деп. Ертең көктемде күн шуақ болып ысып тұрғанда, сол кезде істеп шығуым керек сондай жерлерді деді, мынаны біреу жетпейді екен маған. Сосын кровлямызды былтыр жасап едік сол жерде. Жасаған адам дұрыс жасамапты. Сол жерде енді қайтадан, міне, андай крышаның теміріне арналған екен. Сол жерде қайтадан енді істеп шығу керек. Бітіп қалды, қалған нәністікті. Бір болып бермей, қалған осындай мен істеп жүру керек екен. Міне қысқасы мына осындай заттар бар екен. Монтажы акрил желімі, монтажный клей акриловый дейді. Кеше мен сметаға салып едім, осыны клеоновый обязательно. Бұл неге байланады екен бақша. Мраморный фасад клеймес, соны жасайтын кезде осы монтажный клей акриловый. Смет жасағанда салып едім. Дальше мынандай любой жерде клей жетемес, стектардан дейін бәрі. 260 мм болады. Қолдануға болады екен, көреміз, бір шүкет тұрған жерлерін бәрін қандай болады. Үйге келіп алып, нан жоқ, нан иленбеген, илеп жатырмын енді. Үлкен ұлға иле деп едім, илемепті. Мен өзім нан илеп жатырмын. Ұрсып деймін ба, жоқ, ұрысқаным жоқ. Илеп жатырмын. Енді тамақ ішеміз. Үйге келіп жіберіп, ел жаңағы біз дрожжы бар нанмен бауырсақ, нан жесек той бізде. Біздің үйде күнде пәтір. Елдің үйінде пәтір жейтін күн той болатын болса, бізде дрожжбен тамақ жейтін күні той. Пәтір пісіріп жатыр, мен жанталасып. История салып жатырмын. Міне осылай майларын жағып, орама жасаймыз. Стопты бас. 4-5 секунд жерде тоқтатау. Өшіре берем ба? 50 секунд. Ана заттарын не үшін сатып алдың? Керек емес деп алдың. Көресің ертең. Керек. Не білесің сауға? Ана не білгенде көрген Ей, дұрақ кішкене былайрақтан алсайшы. Нан илеп, оны пісіріп, ел жаңағы үйінде дрожжыларынан жейді ғой. Пәтір пісірсе үйінде той болса, біздің үйде дрожжбен бауырсақ, дрожжы бар нан жеген күн той деймін ба. Сөйтіп жанталасып балаларыма пәтірін пісіріп бердім. О, құдай көрінбейді. Мынандай жерде тұрады екен. Көрінбейді деп отырсам. Ойынысы мынау мына жерде келіп тұрады. Аса керемет тамақ жасаған.
кезекте мына жерден тұрып анаған мына жерге келіп бекітілу керек. Мына жердегісі керек, мынандай жерде. Мынандай шуруптан 8-і керек екен, мына жерге бір шуруп керек екен. Мынандайлар түген екен. Тағы базарға барып келу керек. Шуруповерт, дрель, кто мне купит деймін ба. Лаборез деген зат бар екен. Короче, пока минимальный сол. Екеуі болса бірдеңелер жасауға батыр екен. Короче, бүгінше бір есігі. Арттарын да бекіту керек екен. Жиһазымды өйстіп қырып тастаймын десем, онымен мынандай шурупы жоқ екен. Сонымен шурупқа Бүгінгі күнге ұйықтардың алдында анализ 85,6% жинаппын. Аха, енді кусоктардан азғантай қылып, погребпен мен азғантай 100%-ке толықтырып бітіремін. Сонымен жатамыз. Бұл жерде біреуді ұмытып кетіппін, бұда бітіп тұрған зат екен. Барып тұрып тастап кетіппін. 85,6% берсе елдесін алып келем керек. Ертең барып фурнитураларымды жоғын, соны алып келем керек. Бекітіп қойдым да бүгінгі күніме анализ жасап, сонымен кремді жағып ұйқыны жібердім ғой. Ал осымен видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Осындай бір күнім өтті менің.